Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 130 сабақ 48 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, ну орман, айдын көл, асыл кен, көк егін, самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, жас ұлан бізге кел, бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, бол сергек. Келеміз жорықта серуендеп. Ұлы отан жер қандай тамаша, көркейткен жемісті ұлы еңбек. Жас ұлан кел біздің қатарға, дайындал жол ұзақ сапарға. Жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнаймыз отанға. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Ал енді балалар, осы өлең бойынша тапсырмаларды орындайық. Өлеңнің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Өлеңнің тақырыбы жазғы саяхат жыры және ондағы негізгі ой жазғы саяхат туралы айтылған. Автордың ойымен келісесің бе? Автордың ойымен толықтай келісуге болады. Себебі автор осы өлең арқылы жас ұландарға ғана емес, жалпыға өз отанымызға да тамаша көрікті жерлер бар екенін айта отырып, және осы өлең арқылы жас ұрпақты патриот болуға шақырады. Яғни оны мына өлең жолдарынан байқауға болады. Жас ұлан кел біздің қатарға, жан күшін арнаймыз отанға деп, басқа жерде емес, басқа елде емес, өз отанына қызмет етуге шақырады. Жазғы демалысты мен не үшін күтемін тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаз. Жазғы демалысты мен не үшін күтемін? Мен жазғы демалысты отбасымызбен, достарымызбен өткізетін қызықты саяхаттар үшін күтемін. Біз жазда отбасымызбен ауылға барамыз. Онда біз табиғат аясына серуенге шығамыз, көлге барамыз, суға түсіп, мәз-мейрам боламыз. Жазғы демалыста достарымызбен киноға, зоопаркке, бассейнге барамыз деп шағын әңгіме құрастыруға болады. Ұлан, ну, сергек, жанқияр сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен анықта. Ұлан сөзі бұл сарбаз деген мағынада, ну деген қалың орман, сергек жеңілдену, сергу деген мағынада айтылған, ал жанқияр деген батыл, ержүрек, жан беруге дайын деген мағынада. 49 жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. 4 ұзын аяғы бар, басында тарам-тарам таяғы бар. Жұмбақтың жауабы бұғы. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, сөз таптарына және сөйлем мүшелеріне талда деген екен. Ең алдымен қарамен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. 4 неше деген сұраққа жауап береді, және бұл сан есім. Ал ұзын қандай? Ұзын бұл сын есім. Аяғы несі? Аяғы бұл зат есім. Бұл жерде зат есімнің астын бір сызықпен сызамыз, ал 4 ұзын сөздері бұлар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болып табылады. Тұрлаусыз мүшелер дегеніміз, яғни бастауыш пен баяндауыштан басқа сөйлем мүшелері тұрлаусыз мүшелер болып табылады. Сондықтан да ерек сызықпен сызып қоямыз. Бар сөзі бұл жерде баяндауыштың қызметін атқарады. Ол екі сызықпен сызылады. 50-ші жаттығу. Мақалдардың жалғасын тауып жаз. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Татулық табылмас бақыт. Жақсыда кек жоқ. Мақалдардың мағынасын түсіндіріп көр. 7 рет өлшеп, 1 рет кес мақалының мағынасы ең алдымен бір істі жасамай тұрып, әбден ой елегінен өткізіп, содан кейін барып оны іске асырған жөн деген мағынада айтылған. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дегеніміз, кейде біз ойланбай сөйлеп қойып жатамыз, және де ол сөз біздің өзімізге ауыр тиюі мүмкін. Сол сөзді ойланбай айтқанымыз үшін біз өкініп қалуымыз мүмкін. Сондай мағынада айтылған. Татулық табылмас бақыт дегеніміз, татулық яғни ынтымақ бар жерде, татулық бірлік бар жерде береке бар деген мағынада айтылған.
Жақсыда кек жоқ дегеніміз, жақсы адам ешқашанда ренжімейді және де ешкімге кек сақтамайды, байсалды өмір сүреді. Енді осы сөздерді сөз таптарына талдап көрейік. 7 рет өлшеп 1 рет кес мақалындағы 1, 7 деген сандар сан есім, ал өлшеп, кес деген сөздер етістік. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі мақалындағы аңдамай, ауырмай сөздері сын есім, сөйлеген өледі сөздері етістік болып табылады. Татулық табылмас, бақыт мақалындағы татулық, бақыт зат есім, табылмас етістіктің рөлін атқарады. Жақсыда кек жоқ мақалындағы жақсыда кек сөздері зат есім. 51-ші жаттығу. Оқушының хатын оқы. Сәлеметсің бе, Айдар? Кітабың үшін рахмет. Өте қызықты екен. Халің қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз. Сабаққа бірге дайындаламыз. Алда жазғы демалыс. Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел. Досың рахат. Хаттағы қаратпа сөзді ата. Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Хаттағы қаратпа сөз Айдар сөзі. Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Хат 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде Айдар досының қал жағдайы туралы сұраған, яғни досы туралы сұраған, ал екінші бөлігінде өзі туралы айтқан. 52-ші жаттығу. Досыңа не туыстарыңның біріне хат жаз. Хатта мектебің, қалай оқитының және қалай демалатының туралы хабарла. Сәлем, Айдар. Мен биыл 3-ші тоқсанды 5-пен аяқтадым. Соңғы тоқсанда да жақсы бағамен аяқтау үшін сабағымды жақсы оқуға тырысып жүрмін. Жазғы демалысты ауылда өткізсем деп жүрмін. Атама көмектесіп, бір жағынан былтырғыдай екеуміз көлге шомылып, бауға барып, жеміс теріп, уақытты жақсы өткізер едік. Жақында барамын. Сау бол. Сәлеммен, досың Дидар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге осы видео сабақ ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып оңай көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.